Начало. Сәлеметсіздер ме? Жалпы халықаралық деңгейде екі кезеңде мемлекеттің туы биікке көтеріліп, әнұраны шырқалады, иә? Біріншісі, мемлекет басшысы өзге елге ресми сапармен барғанда ол кісіге құрмет көрсетілгенде. Ал екіншісі, спорттық жарыстарда спортсмендеріміз өзінің мықтылығын дәлелдеп жеңіске жеткен кезде біздің туымыз биікке көтеріліп, әнұран шырқалады. Міне осындай еліміздің туын биікке көтеретін спортсмендерді даярлап жатқан Өскемен қаласындағы спорт мектебінде биология пәнінен сабақ беремін. Енді спорт мектебінде мынандай проблема бар. Балалар ұзақ мерзімде оқу жаттығу жиынында болады, басқа қалаға жарысқа кетеді, немесе тіпті басқа мемлекетке кетіп қалады. Бірақ та олар келгенмен бәрібір жиынтық бағалау жұмысын бірге жазу керек. Біз күнделікті кезекте қоюымыз керек. Ал олардың білімінде олқылықтар туындайды. Нашар болып қалады білім сапамыз. Сондықтан балаларымнан сауалнама алған кезде олар былай деді: біздің уақытымыз шектеулі. Біз жарыста шаршаймыз, ұтылып қалғанда вообще көңіл күйіміз болмайды. Кітап алып келу мүмкіндігі вообще шектеулі бізде. Ауыр заттарды алып жүре алмаймыз. Тапсырманы біз мүлде түсіне алмаймыз, орындай алмаймыз, меңгере алмаймыз деп. Сондықтан балаларға тренерлеріне келісіп, оларға сотка ұстауға рұқсат белгілі бір уақытта алдық. Сонан кейін телефонмен орындайтын тапсырмаларды құрастыру керек деп шештім. Сондықтан биология сабағының 68 сағатын 34 сабаққа топтастырдым. Ұқсас тақырыптарды 4-90-ға бөлдім. Сосын сіздерде көрініп тұр ма не? Әрбір тараудың тақырыбы, сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты берілген. Ой, кешіріңіздер, келесі кетіп қалдым, иә? Оқу мақсаты берілген. Сосын QR кодпен, QR кодтың ішінде электрондық оқулықты қойдым. Және жаңа сабаққа қатысты презентация. Одан кейін екінші QR кодқа сол тақырыпқа қатысты, мысалы, жасушаның құрылысын көрсететін 3D моделін ашып, соткамен жақындатып, алыстап көруге болады. Ары қарай 4 түрлі тапсырманың ссылкасын қойдым. Біріншісі, мысалы, сол 8 сыныптың жас ерекшелігіне сай Word тапсырмасы. Бұл тапсырмаға және доступ ашық болады. Балалар қай жерде жүрсе де, дем алып отырғанда, транспортта келе жатса да, бұл тапсырманы бірнеше рет кіріп қайталап орындай алады. Одан кейін онлайн тест батальон капспен де тапсырмаларды осылай құрастырдым. Ең соңындағы Google форммен жасалған тапсырманы тек қана бір-ақ рет доступ беріп қойдым. Олар тапсырманы орындайды да, тапсырманың қорытындысын скриншот жасап маған жібереді. Мен сол бағаны күнделікті кезекке, олар мектепте болмаса да, мен күнделікті кезекке бағалап отырдым. Келесі, енді осы бағдарламаның бір видеосын дайындадым сіздерге. Көрініп тұр ма? Ой, керісінше тағы өтіп кеттім ғой. Ой. Көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Видеода көре алады балалар тақырыпқа қатысты. Келесіне Word-мен жасалған тапсырма. Бұны білесіздер, бір жасалған тапсырма 5 түрлі вариантта орындай алады бала, өзінің дағдысын дамытады. Қата бөкетсе қайтадан орындай алады бала. Келесіне барлық бетте зертханалық жұмыстар қойылды, виртуалды орындату үшін. Барлық міне кроссворд тапсырмалар, түрлі суретті тапсырмалар, балаларды жалғыз кетпес үшін қызықтыру үшін. Бұл бағдарламаны тек қана спорт мектебі емес, жаңағы қарапайым мектептерде балалар ауыр қалады ғой, мысалы, денсаулығына байланысты сабақтан қалған кезде, сол кезде де қолдануға болады. Одан кейін жалпы нәтижесі бойынша балалардың білім сапасы көтерілді. Жыл сайын білім сапасының көтерілген мына диаграммадан көруге болады. Енді жалпы Қазақстан Республикасының Назым Жеңілдана бізде регламент жаңа айтып кеткендей. Иә. Мына жерде оқушылардың жетістігіне, спортшыны да алу керек, білімдерге. Иә, түсінікті. Негізге бізге бағдарламаның өзі маңызды, ол жетістіктер түсінікті, ол авторлық бағдарлама жүріп жатса, оның нәтижесі де болады. Бұл жерде сіздің айтуыңыз бойынша, бұның барлығы қандай бағдарламада жасалған сонда сізде? Google ссылкамен жібересіз ғой, иә? Иә, 3D кітапша арқылы жасалған. Балалар өздері өз телефондарына кіріп қолдана береді. Жақсы, өте керемет, көріп қарап тұрсаңыздар, контенті барлығы жақсы жасалған, видеосы барлығы жұмыс істеп тұр. Сондықтан биология мұғалімдеріне өте пайдалы болады деген ойдамын. Яғни біздің
ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне де осыны қолға алуға болады. Дәл осындай бір авторлық бағдарлама, яғни жаңағы сияқты электронды оқулық жасап, оны